Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда жүзім жеміс ағаштарында көптеп кездесетін аурулары жайлы айтамыз. Сіздің бақшаңыздағы жүзімдеріңіздің жапырақтары тошқы-тошқы болып, жемістері осындай болып, бүріліп, ағып кетіп жатса, бұл ауырып тұрғанның белгісі. Оны емдеуге көмектесетін препарат жайлы айтамыз бүгінгі видеомызда. Видеоны соңына дейін қараңыздар, каналға тіркеліңіздер. Видеоның соңында бір лайк басып кетіңіздер, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Енді көпшілігіңіз көрген шығарсыңыздар, бақшаңыздағы жүзімдеріңіз жаздың күндері осындай пісуге жақындағанда жапырақтары тошқы-тошқы болып, жемістері бүріліп, ағып кетіп, жеуге жарамсыз болып қалып жатады. Біреулер ойлауы мүмкін, бұл күннің ысысынан болады, немесе басқа заттардан болады деп. Жоқ, бұл сіздің жүзім жемістеріңіздің ауырып тұрғанының белгісі. Негізінен жүзімдерді көктемде ашқан кездері арнайы препараттармен жақсылап жуып, дәрілеп жіберуіміз керек. Бұл сіздің жүзімдеріңіздің осындай пісуге жақындағанда мынандай аурулардан аман болуына жақсы көмегін тигізеді. Бірақ оны енді көктемде жасау керек. Енді сіздің бақшаңыздағы жүзімдеріңіз ауырып тұрған болса, оны дер кезінде емдемесеңіз, ол бір-біріне өтіп, түгел барлығының жарамсыз болып қалуына алып келуі мүмкін. Енді оны сізге емдеуге көмектесетін препарат жайлы айтайын деп отырмыз. Бұл мінекей Топаз К деген препарат. Бұның ішінде 2 мл ампула болады. Енді 4 мл, 6 мл болуы да мүмкін. 2 мл Топаз К 2 мл-ін 10 литр суға, 10 литр жыл суға жақсылап араластырамыз. Сосын өзіңізге ыңғайлы шашатынмен жүзімдердің жапырақтарына барлық жеріне қалдырмай түгел шашып шығуымыз керек. Бұл сіздің жүзімдеріңіздің жемістерін аман алып қалуына жақсы көмегін тигізеді. Топаз К деген препарат 2 мл-ді 10 литр суға араластырып, жақсылап шашып шығуымыз керек. Осыны жасап көріңіздер достар. Сіздің жемістеріңіздің аман алып қалуына жақсы көмегін тигізеді. Видеоны аса бір лайк басып кетіңіздер. Каналға тіркеліңіздер, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Жемістеріңіз көп болсын, аман сау болыңыздар.